колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының педагогика және психология пәндері оқытушысы Рахметжанова Жәмила Байғожақызы. Сабағымды бастауға рұқсат етіңіздер. Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабақта айтылатын ақпараттарды қабылдауға, кез келген білімді алуға дайын екенімізді білдіріп, қане орнымыздан тұрып, үшінен я деп айтайықшы. Я. Жақсы, онда бірімізге сәттілік деп қояйық. Бүгін бізге сәттілік ең пайдалы іс деп ойлаймын. Онда келе қойыңыздар, өздеріңізге ұнаған түсті таңдап алыңыздар, менің қолымдан түсті. Осы қағаздарды таңдап алған түстеріңізге қағазды жырту арқылы адам бейнесін жасап шығарамыз. Адам бейнесін жасап шығарыңыздар. Ал адам дегеніміз кім екен? Айта тұрайықшы. Адам жәнібекте ең жоғары дамысындағы тіршілік иесі. Оған мәдени әрекетті жасаушы. Адам материалдық жағынан жануарларға қарағанда әлде қайда тәуелсіз. Біздің жануарлардан ерекшелігіміз сөйлеу манерамыздан, іс-қимылымыздан, ойлау қабілетімізден ерекшеленіп тұрамыз. Чарльз Дарвин өзінің салыстырмалы анатомиялық, эмбриологиялық, систематикалық дәлелдемелеріне сүйене отырып, адам жануарлармен өте ұқсас деген қорытындыға келген. Адам жеке тұлға, адамның өзінің жеке ойы, өз пікірі бар. Сонымен ерекше жекеленіп тұрады. Адамдардың өздері әртүрлі өзінің мақсаты бар қойған, иә? Адамдар әртүрлі, сіздердің өздеріңізді жасаған адамдарыңызға қараңыздаршы. Жасап болдық па? Сіздер немен ерекшеленіп тұрсыздар осы адамдар? Түстерімен. Ондай болса осы түске қарай, үш топқа бөліне қалайық. Жасыл тұстағандар, сіздер бірінші топ боласыздар. Орындарыңызға жайғасаңыздар болады, бірінші топқа заттарыңызды алып, орындарыңызға жайғасаңыздар болады. Ал сақ тұстағандар сіздер екінші топ боласыздар. Топ тұстағандар көп. Ала қойыңыздар. Ойындарыңызға белгілеріңізді тағып. Дүниенің ең асылы құндысы адам екендігін біледі екенбіз, жаңа адам туралы өзіміз біраз пікіріміз. Енді осы адамның өмірінің мәні мен сәнін келтіретін кім деп ойлайсыздар? Бала екен, иә? Бала дегеніміз кім екен? Бала әке-шешенің перзенті және ұрпағы. Жақсы. Сағым айтады бала деген? Отбасының мыз тірегі, ертеңге дейін сенімінің кепілі. Бала әкесі мен анасының болашағы. Бала бақыт, бала байлық. Адамның өмірінің мәні де, сәні де бала. Бала ата-ананың көз қуанышы. Бала жыныс ерекшелігіне қарай ұл-қыз жас шамасына қарай дәрісі сәби бөбек балаға жеткіншек жас өспірім болып бөлінеді. Бала мемлекеттің қорғауында болады. Баланы қорғау және оны тәрбиелеу ата-ананың міндеті әрі парыз. Жақсы. Осы енді баланың бақыты не деп ойлайсыздар? Тату отбасында. Өте жақсы. Отбасының толықтығында. Отбасы толық болған кезде бала өзін бақытты сезінеді. Ата-анасы үнемі қасында болғанда бала бақытты екен, иә? Енді осы баланың тәрбиесіне кімге жауапты деп ойлайсыздар? Әсіресе кім жауапты деп ойлайсыздар? Ата-әжесі. Баян. Менің ойымша, баланың ең жауапты ол әке. Себебі әке біздің асқар тауымыз, отбасымыздың тірегі, біздің асыраушымыз. Өте дұрыс айтады Баян. Негізінде баланың тәрбиесіне ең жауапты адам әке екен. Бірақ біз көбінесе кімге жүктеп қоямыз? Аналарымызға жүктеп қоямыз. Бірақ әке ең бірінші адам әкесі, өйткені ол оттың асыраушысы, отағасы екен. Сондықтан да әке жауапты болады екен. Жақсы, ондай болса мен сіздерге QR код арқылы тапсырма жібердім үш топқа. Қанеке аша қойыңыздар. Әркім өз тапсырмасын ашып оқыңыздар. Осы тапсырма бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Ашып көріп сіздерге.
QR-кодпен ашыңыздар. Барлықтарыңыз ноутбуктарыңызға қосып тұру керек. Дайын болдық екен. Дайын болсақ, бірінші топ сіздердікі. Бізге берілген тақырып отбасы бақыт мекені. Отбасы адам өмірінің тамаша жақтары жүзеге асатын адамның ең басты шарттығы болып саналатын баланың өсіп өмір сүретін орны. Отбасы баланың алтын ұясы. Бала ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі дегендей, біз жақсы мен жаманды тәлім тәрбиені отбасыдан аламыз. Отбасы бала үшін байлығының басы, жан-жақты дамуының негізгі қалыптасатын үлгілерінің бірі болып саналады. Міне осы үшін отбасының бақыт мекені деп бекер айтылмайды. Отбасы ұшқан ия және жылулықтың мекені, тәрбиенің отаны болып табылады. Сіздер тақырыптарыңыз сонымен отбасы бақыт мекен деп аталып келеді. Жақсы, сіздердікі? Бізге берілген тақырып балабақша бақыт баспалары. Әр отбасында тәлім тәрбие алып жасқа толғанда ата-аналар жүректерін бүлбешегіне сеніп, балаларын балабақшаға бір күнге әкеліп тапсырады. Сол орайда ананың орындығында бола білетін ол балабақша тәрбиешісі. Жақсы. Балабақшаға берілген тәрбие барлық тәрбиенің бастамасы және де жан-жақты тәрбие дамуының түпкі негізін қалайтын орын. Балабақша білімнің ортауға бейімделуінің тірегі, ал тәрбиеші соның жүрегі десек те болады. Яғни тәрбиешінің қолында әрбір бала тұлға ретінде қалыптасады. Өмірге келген әрбір нәресте отбасындағы ата-анасынан бастап барлық туған жұмыстарының махаббатына бөлемеуі тиіс. Жақсы, сіздерге берілген тақырып сонымен балабақша бақыт баспалары. Сіздерге? Бізге берілген тақырып сабақтастық, бірлескен әрекет. Сабақтастық дегеніміз тәрбиеші мен ата-ананы бірлескен іс-әрекетке тарту жұмысы. Сабақтастық дегеніміз біріншіден екі буын арасындағы ортақ мақсат міндеттер, ортақ мазмұндық жүйе, баланы жүйелі сатылы дамыту. Бір буыннан екінші сатыға неғұрлым сәтті түрде бағыттау, баланы білім берудің әдістемелік жүйесінің әрбір компоненттерінің үйлесімділігі. Өте жақсы. Ондай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Отбасы мен балабақша сабақтастығы деп аталады екен. Баланы тәрбиелеу жұмысының негізі отбасынан басталып, балабақшада жалғасатынын білдік. Баланың болашағының іргетасының берік қалануы үшін ата-анамен біз балабақша тәрбиешілері бірлесіп, бірге күш жұмсап, жұмыс жасасақ, дұрыс тәрбие берсек, баланы дұрыс дамытсақ, сонда ғана біздің ісіміз нәтижелі болады екен. Міне, бала тәрбиесі туралы біздің ойшылдарымыз назардан тыс қалдырмаған. Белгілі ақынымыз қазақтың Ағжан Жұмабаев атамызды білеміз ғой? Ол кісі былай деген екен: бала тәрбиелеу бір өнер. Өнер болғанда да ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер деген екен. Көрдіңіздер ме? Баланы тәрбиелеу үшін біз жеке бір ғылым иесін үйреніп шығуымыз керек екен деген екен. Ал ағылшын философы Джон Лок баланың санасын ақ параққа теңеген екен. Осы ақ параққа әрбір әріпті жазар кезде мың ойланып, мың толғану керектігін баса айтқан екен. Ал өздеріңізге белгілі орыс педагогы Макаренко баланы жастайынан тәрбиелеу керек дейді. Әсіресе 5 жасқа дейін баланы тәрбиелеу керек. Баланың келешекте қандай адам болып қалыптасатындығы осыған байланысты дейді. Міне, баланы 5 жасқа дейін дұрыс тәрбиелей алмасаңыз, оны қайта тәрбиелеу керек дейді. Қайта тәрбиелеу өте ауыр екенін айтады. Міне, сондықтан да 5 жасқа дейін балалар кімнің қолында болады? Ата-ана мен тәрбиешінің қолында болады. Яғни бізге артылған жүк қандай екен? Өте ауыр жүк артылып екен. Яғни баланы дұрыс дамыту үшін біз ата-анамен бірге отырып, күш жұмсай отырып қайтуымыз керек екен? Жұмыс жасауымыз керек екен. Болашақ мамандар, мен сендерге айтамын, баланы жақсы көру керек, баланы дұрыс дамыту керек.
Сол үшін ата-анамен бірге ынтымақтасып, тіл табысып қайту керек екен, жұмыс жасауымыз қажет екен. Жақсы, ондай болса біз мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда қандай нормативтік құжаттарға сүйенеміз? Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға бірдей стандарты. Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты. Дұрыс айтады. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен дамытуды тәрбие мен оқытуды дамыту моделіне қайтеміз, сүйенеді екенбіз. Ендеше мен сіздерге жіберіп қойдым, сылтасын. Қанеке, бәріміз осы модельді ашайық. Ашыңыздар. Осы модельдің аштаңыздар. 3-ші тараудың соңына қарай ата-аналармен және ата-аналар қауымдастығымен жұмыс деген бөлімшесі бар екен. Қанеке, аштыңыздар ма? Көрдіңіздер ма? Иә. Енді көз жүгіртіп шығыңыздар осыған модельде. Не туралы айтылған екен? Ата-аналармен және ата-аналар қауымдастығымен жұмыс. Қане, көз жүгіртіп болсақ, онда осыны талдап жіберейік кішкене. Не туралы айтылған екен? Ясмина, оқып болсаңыз. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту баланың өмірі мен дамуына ықпал ететін факторларды ескеру қажет. Демек, баламен жұмыста ата-аналармен және де қоршаған ортамен өзара ынтымақтастыру аса маңызды. Барлық ерекшеліктерді, яғни отбасының тарихын, баланың мінез-құлқы, еліміздің салт дәстүрлерін барлық ерекшеліктерді ескеру қажеттігі туралы айтылған. Гүлназ. Ата-аналармен үнемі қарым-қатынаста болу осы мектепке дейінгі ұжымының басты міндеттері болу керектігі айтылған. Жаңа нормативтік мазмұндық тәсілдерді іске асыру жағдайында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың алдына ашықтықты, ата-аналармен тығыз ынтымақтастықты және өзара іс-қимылды көздейтін нысаналы бағдарлар қойылады. Және де біз осындай іс-әрекеттермен жұмыстар жүргізуіміз қажет. Өте жақсы. Жаңа айтып жатыр, ашықтық дейді. Ашықтық дегеніміз не деп ойлайсыңдар? Ашық жеткізуі, яғни ашықтық баланы балабақшаға беру үшін де қазір ашықтықты қолданып жатырмыз. Балабақша қабылдау, ата-аналар өздері таңдайтын болды, яғни ашықтық. Білім беру жүйесіне қойған міндеттер мен оқу тәрбиелеу процесінде нәтижелі болу үшін ата-аналардың жауапкершілігін арттыруды көздейді. Аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін бірінші әр тәрбиеленушінің ата-анасымен және отбасымен әріптестік қарым-қатынас құруымыз керек. Екіншіден, балабақша мен ата-ана күшін біріктіруіміз қажет. Үшіншіден, өзара түсіністік атмосферасын орнатуымыз қажет. Және төртіншісі, балалардың ата-аналарымен жақсы қарым-қатынаста болып, педагогтарды дайындауымыз қажет. Баян айтқан көрдіңіздер ғой, мақсатқа қол жеткізу үшін біз осы 4 бағытты қайтуымыз керек. Осы бағытта жұмыс жасауымыз қажет екен. Ата-аналармен әріптестік, серіктестік қарым-қатынас орнатуымыз керек екен. Күш-жігерімізді біріктіруіміз керек екен. Сонымен қатар өзара түсіністік атмосферасын құру керек екен. Сонымен төртіншісі, біз сендер сияқты жақсы педагогтарды даярлап шығуымыз қажет екен. Бізге де осындай жүк артылып отырған екен. Сондықтан да сендер жақсы тәрбиеші болып шығу үшін біз сендермен жұмыстар атқарамыз. Енді осы жерде екі түрлі бағытта жұмыс ұсынған екен. Біріншісі ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру, екінші ата-аналарды мектепке дейінгі ұйымның қызметіне тарту бойынша осындай бағыттарда жұмыстарды ұйымдастыру керектігі осы модельде айтылған екен. Мен сіздерге осыны басшылыққа ала отырып тапсырма бергім келеді. Борскинс құзыреттіліктеріне сәйкес бірінші тапсырма педагогтар мен ата-аналардың ынтымақтастығын көрсету жолдары. 3 топқа мен 3 түрлі түске бағана бөлдім сіздерді. Осы 3 түрлі түсте өздеріңіздің тапсырмаларыңыз тұр. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші топ естейміз. Ата-аналардың
педагогикалық және психологиялық сауаттылығын арттыру жолдарын көрсетеміз. Екінші топ отбасымен ұйымдастырылатын іс-әрекеттің түрлі формаларын көрсетеміз. Үшінші топ балалардың шығармашылық жоспарларын іске асыруға арналған жобалық жұмыстарыңызды көрсетесіздер. Сіздер оны презентация ретінде дайындаңыздар. Содан кейін маған жіберіп отырыңыз WhatsApp желісіне. Мен соны сізге көрсетіп береміз. Қанекей, тезірек. Бір-екі минут уақыт беріледі сізге. Топ басшыларын сайдап алыңыздаршы. Топ басшыларға мен бағалау критерияларын берейін. Бірінші топ Тоғжан, екінші топ Айғаным, сіз боласыз. Үшінші топ Ажар. Дайын болсақ, онда бірінші топ келіңізден жіберіп қойсаңыздар деді. Сізге WhatsApp-қа жіберіп қойдық. Бізге берген тапсырма ата-аналардың педагогикалық және психологиялық сауаттылығын арттыру жолдары. Біз осы тапсырмаларды жасай отырып, сіздерге осы жұмыстарды ұсынамыз. Ата-аналарға арналған педагогикалық кеңестер, психологтармен кездесу ұйымдастыру, ата-аналар форумын ұйымдастыру, ана кітаптары, ата-аналар университеті, ата-аналарға арналған ашық есік күндері, дөңгелек үстелдер және педагогикалық әңгімелесулер. Осы жұмыстарды атқару арқылы біз ата-аналардың психологиялық және педагогикалық сауаттылығын арттыратын боламыз. Жақсы. Түсінікті ғой сіздерге, ата-аналардың педагогикалық психологиялық сауаттылықтарын арттыру үшін ол кісілер дөңгелек үстелдер, психологтармен кездесу дейді, ата-аналар университеті құрамыз дейді, ашық есік күндері, ата-аналар форумын ұйымдастырамыз дейді. Міне осындай жұмыстарды қайтеді бізге ұсынады екен. Жақсы, онда біз екінші топ. Сіздер қандай жұмыстар ұсынасыздар? Берген тапсырма отбасымен жүргізілетін іс-әрекеттің түрлі формалары. Олар ата-анамен сұхбат, ата-ана клубы, ата-аналармен психологиялық кеңес, қолдау орталығы, ата-аналармен жұмыс, ата-аналар жиналысы болып бөлінеді. Және де тоқтала келетін болсам, ата-аналар жиналысы бұл белгілі бір тақырыпта болатын жиын десек те болады. Ата-аналармен әртүрлі мәселелерді, әртүрлі пікірталастарды, ұсыныстарды ұйымдастырылатын жиын. Ал ата-аналармен жұмыс бұл бала тәрбиесі тек қана баламен ғана емес, ата-аналармен де қарым-қатынасты орната білу керек деп ойлаймын. Өйткені бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас өте жақсы деңгейде қалыптасуы керек. Қолдау орталығы бұл дегеніміз біздің балабақшада аз қамтылған отбасыларды толық емес ата-аналардан қамтылған отбасылар болуы мүмкін. Және де жеке балабақшалар әрқашанда осындай жағдайда қалған балаларға қолдау көрсетеді. Және де ата-аналармен жәрмеңке бұл бала мен ата-аналар арасындағы өткізілетін жәрмеңке. Бұл қайырымдылық жасауға да және де ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға да өте қатты көмек береді. Сонда жәрмеңке жасағаннан кейін қолдан түскен ақшаны қолдау орталығына. Тағы да айта кететін мен ұсынар кететін нәрсе ол буккроссинг. Буккроссинг ағылшын тілінен алғанда кітаптың айналасында жүру деген мағынаны білдіреді. Бұл дегеніміз бір адам кітапты оқиды және де сол кітапты қоғамдық орындарға қойып қояды. Және де екінші адам келіп сол кітапты алып оқып тағы да сол жерге апарып қойып қояды. Бұл дегеніміз хобби мен адам және кітаптардың өзара байланыстыру болып табылады. Және де адамдардың кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру болып табылады. Не үшін осыны ұстар едіңіз енді сіз? Бұны не үшін жасадыңыз? Буккроссингтің басты мақсаты ол өзіңде оқып, өзгеге де табыс ет деген ұстаныммен жүргізілетін іс-әрекет болып табылады. Және де менің ойымша ата-аналардың арасында да осыны ұйымдастырсаңыз күшті болады. Жақсы болады деп ойлайсыз. Өте дұрыс. Жақсы сізге. Қазіргі тапқыштар жобасы бойынша айтып тұрмын деп түсіндім мен. Жақсы, үшінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Дайын болсаңыздар келе қойыңыздар. Бізге берген тапсырма балалардың шығармашылық жоспарларын іске асыруға арналған жұмыстар. Бір жеті жұмыс түрлері сіздерге ұсынғымыз келеді.
Оның біріншісі Балапан FM жобасы. Балапан FM студиясында қонақтарды қабылдау, балаларды тележүргізуші, радио жүргізуші болуға дайындау, балалардың дикциясын, сөз мәнерін қалыптастыру. Мәдениет ұлттық этика жобасы. Балаларды өзіміздің әдет-ғұрыптарымызды, ұлттық мәдениетімізді, ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеуге арналған жобалық жұмыс болып табылады. Қуыршақ театры. Қуыршаққа қызықпайтын бала жоқ, қуыршақ театрына қызықпайтын бала жоқ. Сол себепті балабақшаларда біз қуыршақ театрын ашуды ұсынамыз. Себебі балалардың біз актерлық шеберліктерін, оларды сахнаға дайындаймыз, оларға сахна мәдениеттің сахна тілін үйретеміз. Біз сол себепті сіздерге қуыршақ театрын ашуды ұсынамыз. Дәстүрден тыс сурет салу. Балалардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған жоба болып табылады. Бос уақытта балаларды машинмен, бормен, құммен, саусақпен сурет салуға үйретіп, балалардың бос уақытын тиімді өткізуді ұсынамыз. Кел билейік би үйірмесі. Балалардың биге деген икемін, заманауи эстрадалық би түрлерін үйретеміз. Және де оларды жарыстарға, халықаралық республикалық жарыстарға шығарамыз. Біз осындай сіздерге, біз осындай жерде жұмыс түрін ұсынғалы отырмыз. Өте жақсы. Яғни балалардың шығармашылықтарын арттыру үшін бізге бірнеше жұмысты қайта бар толық ұсынып отыр екен. Өте жақсы отыра қойыңыздар. Ары қарай тапсырмамызды жалғастырайық. Бірінші тапсырма бойынша бәріміз айтып біттік. Жақсы жобаларды ұсына білдік. Енді екінші тапсырмаға кезек берейік. Екінші тапсырма. Бағанадан бері сіздер айтып жатсыздар. Баланы тәрбиелеуге қатысты адамдар біздер әке, ана, ата, әже деп жатсыздар, тәрбиеші деп жатсыздар. Міне, балалар тәрбиесіне жауапты адамдардың барлығын тәрбиеші деп айтады екен. Тәрбиеші деген сөзге бірінші әке, ана кіреді екен, екінші ата, әже кіреді екен, үшінші қоғам, төртінші балабақша тәрбиешісі кіреді екен, бесінші ұстаз. Міне, осы барлығы бірігіп жұмыс жасаса ғана баламыз жақсы тәрбиелі болып шығады екен. Осындай әрекеттестік осы екен. Енді тапсырма былай. Үш топқа, үш түрлі тапсырма беріледі. Әкенің рөлін беріледі бірінші топқа, екінші топқа ананың рөлін беріледі, үшінші топқа ата әженің рөлін беріледі. Осы кісілерді қалай балабақшамен байланыстырасыздар? Осы кісілермен қалай ынтымақтасып жұмыс жүргізесіздер? Міне, осы бір жұмыстарыңызды ұсынсаңыздар, және оларды қызықтыруға байланысты жарнама жасау. Шағын жарнама. Осы тапсырманы орындауға кірісіңіздер. Орындаймыз. 2 минут уақыттарыңыз бар. Ақылдасып шешіңіздер. Әкенің рөлі қандай екен? Сізге берген тапсырма әкенің рөлі бала тәрбиесінде өте маңызды. Себебі әкесіне қарап өскен ол бала ер мінезді, қажырлы болып өседі. Ал әкесін үлгі тұтқан қыз бала өзінің болашақ жарын таңдауда ешқандай қиындықтарға ұшырамайды.
Әке ол біздің отбасымыздың тірегі. Біз әкемізді отбасыда жоғарғы деңгейге қойып сыйлайтын болсақ, бізде жақсы тәрбие алып шығамыз. Бұрынғы кезде әкені ең жоғарғы сатыға қойып сыйлаған, қазір де сол ұстанымды ұстап біз сыйлайтын болсақ, бізден жақсы мамандар және жақсы балалар тәрбиеленіп шығады. Біз әкелермен осындай жұмыстарды ұсынар едік. Біріншісі әкелер форумын ұйымдастыру, екіншісі әкелер клубын ашу, үшіншісі әкелерге арналған ашық есік күні. Балалар мен әкелер біріккен концерттер ұйымдастыру, байқаулар ашу дегенде тағы басқалары. Әкелермен осы жұмыстарды жасайық. Жарнамаларыңыз дайын ба? Әкелер ойын жарнамаларыңыз дайын болса. Мен бүгін сіздерге педагог коуч, тренер Елжас Елтайұлы жайлы айтқым келеді. Елжас Елтайұлының сұхбаттарына, тренингтеріне қатысып, кітаптар оқысаңыздар, бала тәрбиесі жайлы көптеген мағлұматтар білесіздер. Елжас Елтайұлының тренингтеріне қатысып, сұхбаттарына қатыссаңыздар, кітаптарын оқысаңыздар, өздеріңізге бір түйін тиесіздер деген ойдамын. Елжас Елтайұлының кітаптарын оқуға шақырамын. Елжас Елтайұлының баланы жазасыз тәрбиелеу, ата-ана болу да өнер, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Баланы тәрбиелеудегі лайфхактар атты кітаптарын оқуға мен сізді шақырамын. Мен осындай кішігірім видеоролик жасап шықтым. Өте жақсы. Яғни Елжас Елтайұлының кітаптарын оқуға бізге қайтты жарнама жасады. Өте жақсы. Екінші топ сіздер дайынсыздар ма? Ең алдымен баланы қалай кітап оқу керек, осыған біз бірнеше кеңестер беріп өттік. Ең алдымен балаға бір жасынан-ақ кітапты көрсетіп, ұстатып үйреткен жөн. Содан кейін ата-аналар өзінен бастау керек, яғни бала үнемі газет, журнал, кітап оқып отырған ата-ананы көруі тиіс, көріп өсуі тиіс. Және де осыған байланысты біз жобамызды көрсетіп өтсем, ана кітаптары атты. Жобаның кезеңдері 3 кезеңге бөлінеді. Біріншісі ата-аналардың педагогикалық психологиялық құзыреттілігін арттыру, балаларды дамыту және тәрбиелеу бойынша тақырыпты оқу құралдарын әзірлеу, және де ата-ана дәрісханаларын ұйымдастыру және өткізу. Және де біз әрбір әйел адамға арналған әйел адамдар оқу тиіс кітаптар жиынтығын ұсынамыз. Ең бақытты әйел, көркем келіншек күнделігі, тұлға тәрбиелегіңіз келсе, және де бұл жерде ең бастысы Анатолий Некрасовтың «Ана махаббат» атты кітабын ұсынамыз. Жалпы осы біздің жобамыздың мақсаты ата-аналардың педагогикалық, психологиялық құзыреттілігін қалыптастыру және оны жоғары деңгейге көтеру. Кітап оқуға тарту екен, баланы бір жасынан жаңа айттыңыз ғой, өзіңіз кітап оқуға үйрету керек екен. Сондықтан да бала кітап оқуды бастау үшін бірінші кім бастау керек екен? Ата-аналар бастау керек екен. Аналарға кітаптар ұсындыңыздар. Жобаларыңыз өте жақсы. Отыра қойыңыз. Жарнамаларыңыз. Ең жаңалық Анатолий Некрасовтың «Ана махаббат» атты кітабы қазақ тілінде жарық көрді. Мен сіздерге өздеріңіздің ғана емес, балаларыңыздың да өмірін жақсы жаққа өзгертетін, балаларыңызды тәрбиелеуге көмектесетін «Ана махаббат» атты кітабын оқуға кеңес беремін. Өте жақсы. Анатолий Некрасовтың «Ана махаббат» кітабын қайтты. Барлық ана, барлық маман айту керек екен, оқуы керек екен. Баламен тәрбие жұмыс жасайтын адамдардың бәрі осы кітапты оқуға кеңес береді. Өте жақсы. Үшінші топ, сіздер қандай? Әжелер тәлім тәрбиенің бастауы. Бізге үлгілі өнер көрсетер асыл жандар. Қазыналы бұлақтың қайнар көзі ғой. Біз балалар әженің ертегісін, әженің аңыз әңгімелерін естіп өскен балалар терең ойлы, өздерінің ойлау қабілеті жақсы болады. Қазіргі қоғамда көптеген отбасыларда ата-әжелерге деген құрмет азайып бара жатыр. Балалардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру үшін ата-әжелер өз функцияларын дұрыс жүргізуі керек деп есептейміз. Біз әжелерге осындай жұмыстарды ұйымдастыруды ұсынар едік. Олар әжемнің ертегісі атты бағдарлама, әжелер мектебі және асыл әжем деп аталатын әжелер клубы, әже келін бала
байқаулар ұйымдастыру және ата-әжелер институты. Осындай жұмыстарды әжелермен ұйымдастыру ұсынады. Жақсы. Сіздерге жарнамаларыңызға кезек берейік. Тыңдаңыздар. Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласында Таңшолпан балабақшасында Асыл әжелер атты клубы өз жұмысын бастады. Клубта балаларға қол өнер түрлерін және де ұлттық құндылықтарды дәріптеуді үйретеді. Біз сіздерді Таңшолпан балабақшасында күтеміз. Яғни Таңшолпан балабақшасынан не ашқыларыңыз келіп отыр? Асыл әже аталатын клуб ашқыларыңыз келіп жүр. Мен болашақта тәрбиеші болған кезде осы клубты жүргізіп отырасыздар. Ол клубта жаңа өздеріңіз айтқан әжемнің ертеңгісі. Оны қалай жүргізесіздер? Мысалы күніге бір әжені шақырып, балаларға ұйықтайтын кезде өзінің білген ертегісін айтып берсе деп. Айтып берсе деп ойлайсыздар. Әжемнің ертегісі деген клубты ашып жүргізіңіздер. Сізге сәттілік тілеймін, соларға келіңіздер. Өте жақсы. Яғни біз әкенің рөлін, ананың рөлін, ата-әженің рөлін білдірген екінші тапсырма бойынша. Жақсы жұмыстарды ұсына білдіріңіздер. Жарнамаларыңыз өте жақсы. Жаңағы Елжас Ертайұлының кітаптарын оқуға кеңестіреді. Анатолий Некрасовтың Ана махаббаты кітабын оқуға кеңестіреді. Және әжелерді құрметтеуді үйренуіміз қажет деген. Міне, ата-әжелер келге өз рөлдерін білмей алады екен. Көрдіңіздер ғой, осыны әжелерге мұқият түсіндіру керек. Әжелер өз функцияларын атқаруы қажет деген. Жақсы. Ондай болса келесі үшінші тапсырмамызға кезек берейік. Үшінші тапсырма. Сіздерге мен шығармашылық тапсырма бергім келіп тұр. Бұл деген ата-аналарды балабақша өміріне қатысуға тартудың заманауи модельдерін жасап көрсету. Сандық технологияны меңгерген балалар, ата-аналар, қазір ұялы телефон біз ең қажеттіліктің бірі болып тұр. Осы арқылы қандай ата-аналарды жұмысқа тартар едіңіздер? Олармен қалай байланыс тұратын едіңіздер? Осы тапсырманы орындаңыздар. Ойланып, өздеріңіз қандай тапсырма ұсынар едіңіздер? Байланысты күшейту үшін ата-аналармен. Жаңа тәсілге баланы қызықтыратын, ата-ананы да қызықтыратын. Қалай қызықтырсақ болады? Қандай жолдармен қызықтырамыз? Айтып жатырмыз, 2010 жылдан кейінгі балалардың бәрі альфа ұрпақтары деп аталады. Осы альфа ұрпақтарды қызықтыру өте қиын іс екен. Дайын болсақ? Дайынбыз ба? Иә. Онда бастайық. Мен ата-аналарға нарекет қосымшасын ұсынғым келеді. Бұл қосымша арқылы дайын мәтіндерді дыбыстап береді, яғни диктордың қызметін атқарады. Ең алдымен Google-ға кіріп, нарекет деп жазамыз. Нарекетке тіркелеміз. Тіркеліп болғаннан кейін тілін таңдаймыз, қазақ тілін. Мұнда 4 адамның дауысы берілген. Енді 1-2 адамның дауысын тыңдап көрсек. Келесі адамның берсін дауысы келеді. Өзімізге ұнаған дауыстың таңдап аламыз. Өзімізге ұнаған мәтінді таңдап аламыз. Және де создавайте аудио батырмасын басамыз. Ол да мәтіндер дайындалып жатыр. Қазір мәтін өңделіп жатыр екен. Өңделіп жатыр. Жаңағы дауыстарды көрдіңіздер ғой, 4 түрлі дауыс болды, соны енді өңдеп жатыр екен. Ал енді тыңдап көрсек. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, иегінен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. Анау тағаны, балам, ала жүрдік. Бала кезіне сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын деді.
Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға күштей басатты. Одан біраз жер өткен соң бұл қосымша арқылы балалардың дауыс ырғағын, интонациясын қалыптастырса болады. Ата-аналар балаларына осы әрекет қосымшасын қолданса, ертегілерді тыңдатуға болады. Және бұл бағдарламаны балабақша тәрбиешілеріне де ұсынғым келеді. Жақсы. Екінші топ. Мен сіздерге MeQR қосымшасын ұсынғым келеді. Бұл MeQR қосымшасында біз берілген бір қосымшалардан ссылкасы арқылы QR жасасақ болады. Мысалға, YouTube қосымшасына кіріп, берілген бір ертегіні алып, оны ссылкасын копировать етіп, осы MeQR қосымшасына қоямыз. MeQR қосымшасына қойғаннан кейін біздің QR-ымыз дайын болады. Бұл қосымша біздің балабақшадағы тәрбиешілерге берілетін бір ұсыныс. Мен сіздерге осы 10 ертегіні жасадым. Жақсы. Үшінші топ. Сіздер қандай жасайсыздар? Мен сіздерге отандық фильмдерді ұсынғым келеді. Балабақшада бос уақыт күндері балалардың ата-анасын шақырып, ашық есік алаңында отандық фильмдерді ата-аналармен бірге көруге ұсыныс жасаймын. Жақсы. Яғни отандық фильмдерді көруге ұсыныс береді екен. Жақсы, ондай болса, бүгінгі алған ақпараттарымызды қорыту үшін квиз программасына кіріңіздер. Тест тапсырамыз. Бәріміз кірдік па? Тест. Тапсырып жіберіңіздер. Бәріміз тапсырып болдық па? Болды ғой деп тапсырып болсақ, енді қазір Jamboard тақтасы арқылы кері байланыс жасап жіберейік. Кәнекей бәріміз ссылканы жібердім. Jamboardты ашамыз. Jamboardты ашып, кері байланыстарыңызды жасаңыздар. Кері байланыстарыңызды жасаңыздар Jamboardта. Бүгінгі сабақтан алған жаңа ұғымдарыңыз. Мен үшін бүгінгі сабақтағы жаңалығым менің білім қорым немен толықты. Қай топ түстеріңізге байланысты жазыңыздаршы. Жасыл, сары, көк, біліп отырайын. Қай топтан кері байланысты көбірек жасады екен? Кері байланыс. Сабақтастық деп кетті. Жаңа қандай естідік? Букросинг деген жаңа ұғым естідік қой, Бұлтан естіп жүрмедіңіздер? Букросингті жазуға болады екен. Алған ұғымым тығыз ынтымақтасты әрекет қосымшасы дейді, букросинг дейді. Өте жақсы. Ендеше ашықтық дейді, өте жақсы. Жасап болса, онда
ондай болса енді топты бағалайық. Эксперттерге сөз берейікші. Бірінші топтың эксперті кім еді? Тоғжан. Тобындағы студенттер бағалай қойшы. Қалай бағаладыңыз? Мен Иман Мұхаммед Гүлмеданы С модулі бойынша шығармашылық тапсырма ата-аналарды балабақша өміріне қатысуға тартудағы заманауи модулін жасап көрсетті. Бұл жерде бізге бүкіл топ бойынша бізге жаңа әдіс ұсынғаны үшін мен оған 85 балл қойдым. Жақсы, енді сіздер Айганым, сіз тобында кімді қалай бағаладыңыз? Мен тобында Нұрағұлова Кәлемаға өте жоғары балл көрінді. Себебі сабақта өте белсенді қатысты. Және сөйлеген кезде де жақсы ұсыныстар көрсетеміз. Жақсы, Ажар, сіз өзіңіз тобында? Мен топ мүшесі Мұхтарова Сымбатқа жоғары балл қойдым, 90-100 балл аралығында қойдым. Себебі Сымбат жарнама жасауда және киноларды ұсынуда белсенді қатысып, жақсы қорғап шықты. Өте жақсы, ондай болса. Егер тапсырма, осы бастаған жұмыстарыңызды түгел аяқтап келеміз. Үйден ағай, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыз.